Сәлем қыздар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте қатпарлы жұмсақ қаттаманың рецебін ұсынатын боламын. Рецепті міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен жасаңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жаңындағы қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа 1 килограмм ұнымызды саламыз және оған 8 грамм тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ортасын ашып 500 грамм су құйып жібереміз. Енді қамырымызды илейміз. Қамырымыз қаттылау қамыр болады. Басында бірікпейді, оны жақсылап басып илеп біріктіріп аламыз. Содан кейін 2-ге бөліп 15 минут пакетке салып тындырамыз. Сол кезде қамырымыз жұмсаратын болады. Қамырымыз міне осылай бірікті. Қаттылау болып тұр. Енді осыны 2-ге бөліп алып, пакетке салып 15 минут қойып қоямыз. Қамыр сол кезде жұмсарады, жабысады. Қамырымыз 15 минут тұрды. Енді оны ұн сеуіп, жақсылап жұмсақ етіп жаямыз. Бірінші осылай жұдырықтың көмегімен, сосын оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Теп-тегіс жаю міндетті емес, тек қана жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Бұны бәрібір арасына май жағып ораймыз. Қаттаманың қамыр идеальный етіп жаюдың қажеті жоқ. Осылай етіп жұмсақ дөңгелек жайып алсаңыздар болады. Енді қамырдың бетіне май жағамыз. Майды қатты қайнатып жібермеңіздер, ертіп аласыздар да үстіне жағып шығасыздар. Осылай бетіне толықтай майды жағып шығамыз. Енді арасына көк пиязбен және көк пиясы жасауға болады. Қазір мен мына пияздарды жұқалап сеуіп шығамын. Көк пиязды дәл осылай бетіне сеуіп шығасыздар. Қазір енді орау әдісін көрсететін боламын. Қамырды ораған кезде осылай кішкене тартып орайсыздар, сол кезде слоеный болады. Сосын көк пиязды көп қалың қылып сеуіп жібермеңіздер, арасына іртік болып қалады. Сондықтан майдалап, жұқалап, турап алыңыздар. Осылай толықтай 2 қолмен тартып тұрып орап аласыздар. Қамырды дәл осылай домалақтап алдық. Енді оларды 180 граммнан бөліктерге бөліп шығамыз. Бөлгеннен кейін бәрін осылай етіп жабыстырып дөңгелек қыламыз. Негізі майын біраз сындырып холодильникке қойып, содан кейін кесеңіздер өз формасын жақсылап ұстап тұрады. Келесі қамырды да жұқалап жайып аласыздар. Ол бізде көк пиясыз классический түрі болады. Сосын оған да май жағып ораймыз. Майды көп қып жақпаңыздар, себебі майлы болып кетеді. Майды жағып болғаннан кейін қолдың көмегімен орап шығасыздар. Бұл көк пияз қосылмаған түрі. Дәл осылай қамырды орап аламыз. Сосын май сіңгенше кішкене холодильникке 30 минутқа қойып аласыздар. Сосын оны да 180 граммнан бөліп домалақтайтын боламыз. Енді мына қаптамаларды қазір жаямыз. Мына жерде мінекей мен ұн мен кукурузный крахмалды араластырдым. Сырты хрустящий болу үшін мінекей аз-аздай осылай сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аласыздар. Майға салып пісірген кезде қаттамамыз қытырлап тұрады. Осылай міне үлкен де емес, кіші де емес, қазір сіздерге көрсетемін. Одноразовый салафан пакеттің формасымен бірдей етіп жайып аласыздар.
Қалған қаттамаларымызды дәл осылай салафанның формасымен жайып аламыз. Мінекей қаттамаларымызды жайып алдық. Енді упаковка жасау үшін дәл осындай одноразовый пакетті қолданамыз. Осының формасымен бірдей етіп жайып аласыздар. Мына жерде классикалық қаттама және пияз қосылған қаттама. Осылай бәрін салафанның формасымен жайып алып, упаковка жасап, морозильникке салып қатыра берсеңіздер болады. Осы размермен жасайтын болсаңыздар, барлық сковородкаға сыяды. Бұл стандартный размер болып табылады. Негізі қаттама бизнесі ең жақсы бизнестердің бірі. Осылай бір-біріне салып, қатырып, полуфабрикат ретінде заморозка жасайсыздар. Табамызға аз ғана май құйып, үстіне қаттамамызды саламыз. Қатты отта емес, жай отта пісіресіздер, әйтпесе қаттамамыз күйіп кетеді. Екі жағын қызартып, толықтай пісіріп аламыз. Қаттамаға ешқандай разрыхлитель қопсытқышы жоқ, бірақ әдемі көтеріліп піседі. Дәл осылай екінші бетін аударып, қызартып, пісіріп аламыз. Қаттамамыз пісіп шықты. Қараңыздаршы, қытырлақ болып тұр. Жұмсақ әрі қытырлақ. Астарыңыз дәмді болсын.